Саламатсыздар ма, қош келдіңдер менің каналыма. Мынандай әдемі көз тойырлықтай аппақ аруларға, күздік арулар және көктемгі арулар және де қыстыққа киюге болады жаңа жылға да. Бұл менің жасайын деп отқан материалым кәдімгі холодильник, телевизор, неше түрлі алысқа жолға коробкаға салатын кәдімгі ортасындағы нықтыру үшін, сынбас үшін қолданатын салфетка. Осыны енді алып, кішкене ұзындығын 75 сантиметр қылып аламыз көйлегіміздің. Кешіресіздер, даусым біртүрлі болып, анық болып шығып жатқан жоқ. Алып қырқып алдық. Енді осы қолмен жиі жиыратын боламыз. Сонда біздің көйлегіміздің етегі өте кең, әдемі болып көрінетін болады. Мұқият аяғына дейін көруге тырысыңыздар. Өздеріңізге кездескенде қажет болады бұл көйлек. Өздеріңіздің қалауларыңыз жиғып бүрме жасаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Мінекей, осыны кішкене скотчпен жабыстырып, жиырып шығамыз. Көйлегіміздің етегі дайын болды. Енді артқы жағы кішкене шығып кетпес үшін жабыстырып қоямыз. Көйлегіміздің етегі дайын болды, байқап отқандай. Енді жоғарысын дайындаймыз. Бұны кішкене 50-60 сантиметр қылып алдық. Осыны бүктейміз да, жаңағы көйлегіміздің бүксе жағын қиғаштап қырқып алдық. Енді осы көйлегіміздің жоғары жағындағы қолтық жағын жасайтын боламыз. Алдымен артқы жағын қырқып аламыз. Бұл артқы жағы. Енді алдыңғы жағын кәдімгі көйлектің алдындай қылып қырқып алдық. Енді осылардың кәдімгі орталарын жиыратын боламыз. Сонда біздің кішкене көйлегіміздің фасоны шығатын болады. Қараңыздар, ортасынан жиырып алдық. Енді кішкене алды жағын жасайтын боламыз. Кәдімгі емшек тартқыштар бар ғой, соны кәдімгідей сондай фасон қылып аламыз. Сонда алдымызда кішкене кеңдеу, әдемі болып тұрады көйлегіміз. Енді біз оның кішкене бел шығару үшін осы белімізді кішкене ойып қырқып алатын боламыз. Қараңыздар. Және артқы жағында қырқып аламыз. Осыны скотчпен жабыстырып шығамыз. Енді алдыңғы жағын бүреміз. Сонда біздің көйлегіміз кәдімгі астындағы етегін жалғастырғанда әдемі бөксе жағы әдемі болып шығып тұрады. Енді осы жаңағы жоғарғы жағын екеуін біріктіру үшін скотчпен айландырып жабыстырып шығамыз. Мінекей жабыстырып шықтық. Енді біз осы етекті жаңағы жоғарғы көйлектің жоғарысына жалғастырамыз. Сонда біз екеуін біріктірсек, бізге көйлек болып шығады. Қараңыздар. Жоғарғы жағы мен етек жағын біріктіріп жатырмыз. Мінекей біріктірдік. Енді ішкі жағын кішкене томпақ болмас үшін скотчпен жабыстырдық. Қараңыздар, бір-біріне қойдық. Мінекей біздің көйлегіміздің етегі мен жоғарғысы бірікті.
әрине көйлекке құсап келе жатыр. Енді біз осы жаңағы көйлегіміздің иық жағындағы желпетектерін жасайтын боламыз. Өте сұлу болады. Алдымен иық кіретін жағын бірінші қырқып алдық. Мойны мен иық кіретін жер, қол кіретін жері. Осыны алдымен жалпақ қылып қырқып алдық. Енді кәдімгідей көбірек қылып, жапақ қылып, жаңағы салафан материалымызды үстіп бүгіп қоятын боламыз. Қарап отырғандай қараңыздар, бұрсаңыздар кәдімгі екі жағы әдемі көрінетін болады. Мінекей, бүреміз. Қандай көйлек болсын, қандай матадан жасасаңыздар да болады. Сонда иықта жаңағы желпетегіміз, иық шығарған кезде желпетегіміз әдемі көрінетін болады. Ішкі жағында бір-біріне қарап жабыстырамыз. Сонда ортасындағы бүрме ішіне кіріп тұрады. Мінекей, қараңыздар, бір иығымыздың желпетегі дайын болды. Мінекей, екіншісі де дайын болды. Енді осы желпетектің ұштарын кішкене бүріп қойсаңыздар, скотчпен жабыстырып, сонда желпетектеріңіз томпақ болып әдемі көрініп тұрады. Королевалар, жаңағы арулар болады ғой, мистер, солар киетін көйлектің етегі сияқты болып тұрады. Енді асты жағын өзімізге сенімді болмас үшін осы скотчпен ұзын қылып жабыстырамыз. Сонда желпетегіміз ажырап кетпейтін болады. Мінекей, дайын болды. Енді осы желпетектерді көйлектің жаңағы иығына жабыстыратын боламыз. Скотчпен, мінекей, қараңыздар. Көйлекті артқаратып, кәдімгі өзімізге ыңғайландырып, жабыстырып шығамыз. Алды жағы мен арт жағын жабыстырамыз. Екінші жағында сөйтіп алды мен арт жағын жабыстыратын боламыз. Аяғына дейін көрініздер, өте тамаша, қызығатындай көйлек болып шығады. Өзімнің осы видеомның ішінде лентадан, қызыл лентадан гүл жасағаным бар. Сол лентаны көйлекке қойып қоятын боламыз. Қандай әдемі болады. Ақ көйлекке жаңа қызыл лента көйлек болады. Және де көйлегіміздің белінде лента болады. Белдігі лента болады. Сондықтан мен осы видеоның ішіндегі дайындап қойған лента гүлдерімді осы гүлдің жанына жабыстыратын боламыз. Мінекей, екі жағын жабыстырып қойдық. Кәдімгідей көйлек болды. Кәдімгі келіншектер киетін, және де жаңағы тойларда киеді кішкене. Әсіресе жаңағы күздік арулар мен көктемгі және жаңа жылда киетін қанжайымдардың көйлегі болып шықты. Мінекей, енді мен қызыл лентаны беліне байлайтын болам. Қарап отырыңыздар. Осыған сай өзім дайындап қойған гүлдерімді қоятын болам. Аяғына дейін көруге тырысыңыздар. Өте дайын видео сіздерге, көргенге еш жерден іздеместер. Керек кезде осы видеоны ашып көресіздер. Мінекей, менің лента гүлдерім қандай әдемі болды. Баға беріп кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет.